Қазір тілімді қышты отырсың бар ғой ше. Біраз нәрсе айтуға болады ол туралы. Ол ойыншының орнында менің атам ойнаса да кем ойнамайды деп айтты. Динамо Мәскеуді шақырып, жолдастық матч ойнап алу керек. Ол шындық Иә, желтоқсанға шейін жеп болу керек. Иә, жеп болмаса оларға штраф салады үкімет. Иә, олар Тамасов деген Астананы кері тартпа ойыншы бар негізі Астананың құрамында. 85-ші минутта адам не деп шығады? Жасыл алаңға енді. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен қауым, біз әдеттегідей YouBet'тің YouTube арнасындамыз. Сонымен біздің нөмірі 2-ші подкастымызда назарларыңызға ұсынамыз. Осы аптада жалпы матчтардың бір шамасы өтті. Біз бүгінгі талқылайтын тақырыптарымызда соған байланысты. Бұл біріншіден Чемпиондар лигасы Астана командасы Динамо Тбилиси жеңіп өте ала ма? Екінші сауал Тобылдың жеңісі. Және сырт алаңда Финляндияда олар қалай ойнап көреді? Және Қазақстан премьер-лигасының да матчтар келе жатыр. Сол ойындарға болжам айтатын боламыз. Және бүгін біздің студиямызда қонақта Қазбек Тайланов. Қазбек, қош келдің эфирге. Уалейкум ассалам. Жалпы мынау осыдан бір 5 минут бұрын ғана Тобыл Хонка арасындағы матчты тамашаладық. Бітті ол матч. Расын айтқанда 2-1 есебімен жеңіп кетті. Басында негіз бірінші таймда Хонка гол ұрып жеңіп жатты. Жалпы қалай ойлайсың енді осы Тобылдың бүгінгі матчына қандай баға бересің? Бүгінгі Тобылдың матчы бірінші голда шыны керек Хонка командасында мүмкіндік вообще болған жоқ. Бірінші таймда екі мүмкіндік болды. Оның өзінде біріншінде жаңағыдай қорғаушылардың қателігі болып, кішкене артынан келіп Асанқұлов подкат жасап құтқарып қалған сәт болды. Одан бөлек жаңағы бразилиялық Хонка ойыншысының Кауфман деген ол түріне қарасаңыз Бразилия Фредди Меркьюри ұрса екен байқадыңыз ба? Комментаторлар да айтып жатыр ғой, артық салмағы бар мұндай бразилиялықты бірінші рет көрдік деп. Сол Фредди Меркьюридің Бразилиядағы туысы ма деп қаласың. Енді жалпы сол 2-3 мүмкіндігі болды Хонканың. Ал Тобылда көп болды мүмкіндік, масқара көп болды. Және Тобыл осы ойында жеңіліске лайықсыз болды негізі. Жеңіліп қалған кезде өте ауыр болатын еді командаға. Әдемі ойын көрсетті. Бұл жерде Тобылдың мақтайтын нәрсе ол бапкердің біліктілігі. Ол чемпионат басталмай тұрып Тобылға әбден прессингті ұйымдастырып, және физикалық дайындығын мықты дайындады. Өйткені бүгінгі матчта Тобыл 90 минут бойы тоқтамай жүгірді, прессинг жасады, және де подкаттар жасап, до конца ойнады. Мысалы, кешегі Астананың ойынмен салыстырғанда Тобыл бүгін өте керемет ойнап шықты. Орыс тілінде айтады ғой, самоотверженно деп жаңағы. Соны қазақша айтқанда жанкешті ойнады деп айтып жатамыз. Тобыл лига конференцияда ойнап жатқанын көрсетті бүгін. Кешегі ойында Астана көрсетпеді, КПЛ-дің ойыны секілді ойнап жүре берді. Қарапайым, Каспиймен ойнап жатқан секілді сол. Енді кеше қара, жаңа Астана туралы айтып жатырмыз ғой, енді қазір оған да тоқталамыз. 4 қақпаға соққы бағыттапты. Бүкіл матч бойы 90 минут бойы Астана. Ал Тобыл бүгін 10 соққы бағыттаған, жалпы 15 соққы бағыттан, оның 10-ы дәл болған. Көрдіңіз бе? Жалпы енді Тобылдың бүгінгі ойыны Вукадинович дубль жасады, енді жеңді. Сырт алаңда қалай болады? Жалпы Тобылдың келесі кезеңге Базельге қарсылас атануға мүмкіндік бар ма? Тобыл дәл осы ойынды ойнаса сырт алаңда жеңіп кетуге мен сенем, өйткені ойын бар, ойыншылар бапкерді түсінеді, бапкердің не қалайтынын түсінеді. Және де Тобылда осы ойында Ислам Чесноков деген ойыншы қатты көзге түсті, өте шебер ойыншы екенін көрсетті. Ертең ұлттық құрамаға, мысалы, кешегі ойнап жатқан Астановтарға қарағанда Ислам Чесноков шақырса Магомед Мусаевич өкінбейді деп ойлаймын. Және де Игорь Сергеев туралы айтып қалдық. Сол болғанда Деблені алмастыратын, шаршап қалды ол кішкене. Дебледе жүгірді, біраз 90 минут жүгірді, бірақ 80 минуттан бастап кішкене шаршап қалды. Енді Тобылға жақсы бір нападающий келсе, шабуылшы келсе. Сосын Марочкиннің де жетпегендігі көрініп тұр. Өйткені қорғаныста кейбір қателіктер болды, жаңағыдай. Ол бәрібір көрінеді. Команданың ортақ деңгейі сәл төмендеу, жаңағы исполнительский мастерство дейміз ғой, орындау шеберлігі кішкене төмендеу екен байқалады. Бірақ та бұлар жаңағы сіз айтқандай самоотверженно дейді ғой, жанкешті беріп ойнап бүгінгі есепті алып шықты.
сол үшін рахмет айтамыз бізге осы Қазақстанға УЕФА-дағы рейтингтағы ұпай жинап бергеніне. Одан кейін осы тобыл командасына байланысты жанкүйерлерге де айтып отырайық, бір ақпарат бар ғой. Әлімжан деген жаңағы жас жігіт команданың 50% акциясын сатып алыпты дейді. Иә. Бұл енді қалай? Бұл дұрыс нәрсе ме жалпы? Бұл енді жаңа басқа қолға үкіметте болмай жаңағы бизнесмендер қолға алса, конечно, жақсы нәрсе деп ойлаймын, өйткені ол жерде конкуренция пайда болады. Конкуренция пайда болғаннан кейін жаңағыдай біз КПЛ-да үйреніп қалғанда ойындар, түсініксіз ойындар азаяды деп ойлаймын, және де командаға жаңағы жастарға көңіл бөлінеді деп ойлаймын. Клуб өзі ақша табуға әрекет қылады. Өзі ақша, өздері өмір сүруге тырысады. Өйткені бизнесмен адам деген ол ақша табу үшін келеді ғой бірінші кезекте. Ол бизнесмен адам болмай тұрып, біріншіден ол клубқа жаны ашиды, өйткені ол өзінің клубы ғой. А бізде әкімдер жаңа үкіметтің ақшасын салап отыра береді. Бізде былай ғой, 1 миллиард 200 миллион бөлді ма клубқа, соны освоение жасау керек. Желтоқсанға шейін жеп болу керек. Иә, жеп болмаса оларға штраф салады үкімет. Олар сол үшін жылдың басында бүкіл ақшаны қылып тастайды, сосын жүреді. Түркияда оқу жаттығу жиындарды. 3 оқу жаттығу жиын жасайды, сосын Менди деген әртүрлі адам естімей. Сен айтып отқан әңгімелерің Қайсар туралы болып жатыр ғой? Қайсар. Желтоқсаннан бастап жаттығу жұмыстарын жүргізіп, соңында ақша таппай қалатын. Өзден Сампдориямен ойнадық деді, ол не керек бар, кімге керек бар? Іштен үретіліп дейсің ғой, абыроймен. Енді мақұл, тобылда енді осындай жағдай болып жатыр, бұл өте дұрыс нәрсе. Мынау енді Қайрат Советайұлы Боранбаев кезінде сатып алды ғой, Қайрат. Тура сол сияқты осындай бизнесмен адамдардың, әр облыстың өзінің бір қалталы азаматтары клубтарды сатып алып жатқан өте дұрыс менің ойымша. Бұл өте тамаша. Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Назарбайұлы Бәрменқұловтың да жоспары осы. Алдағы 5 жылдың ішінде клубтардың басым бөлігі осындай жеке кәсіпкерлерге, бизнесмендерге берілу керек деп айтып жатыр. Ол өте тамаша. Өйткені біз мемлекеттің бюджетіне қол салмауымыз керек. Өзіміз қаржыландыратын жағдайға жетуіміз керек. Сондықтан футбол менеджерлер керек, маркетинг саласын керемет меңгерген адамдар керек бізге. Соларды оқытып жатыр қазір. Мысалы, тобылға спорт директор болып бұрынғы Манчестер Юнайтед Канчевский келіп тұр. Ол да бір оқиға. Бұл да нағыз спорт, жаңағы футболды білетін маман. Ол осы маңайында жүрген маман болғаннан кейін, оның да көмегі тиеді деп ойлаймын ертең. Өйткені ол да менеджер ғой, не дегенмен мықты менеджер. Англия көріп келген. Манчестер Юнайтедте ойнаған кезінде Роторда ойнаған, Ротор ойыншысы болып гол ұрған қаншама дегендей ғой. Енді мына осы әңгімемізді қызық бара жатқан кезде бір қызық нәрсе айта отырайын. Өткен жол біз Айбек Қабылшы екеуміз видео түсірдік, осылай подкаст түсірдік. Сол кезде Юветтің мынандай киімдері бар, мерчі бар жаңағыдай. Анау не дейміз ғой жаңағы? Худи. Сондайды біз айттық, кім керемет қылып пікір жазады осы видеоның астына. Соған біз сыйлаймыз дедік. Енді мынандай бір комментарий түсіпті, соны оқи отырайын. Өте керемет екен. Ереке осындай сұхбат ала берсін, әбекең мықты сұхбат бере берсін. Осындай қос мықтыны Юбет дейін компания қолдай берсін. Қазақта мұндай подкаст көп болмай тұр. Сұхбатты алып жүрген Ермаш ерсің, сұхбатты беріп жүрген Айбек сен де ерсің. Қазақтың қарапайым подкасттары күн санап қарқын алып дами берсін. Агигай, гигай, гигигай деп жазып жүрді аржағында. Аржағында тағы да бар, ой кеткен, ұзақ болып жазғаным еріңізге тимесін, мершті ұтып алып фотоға түсем кигесін, басқа біреуге беріп қойып, олар киіп жүрмесін, өкініштен жүрек күймесін. Соңғы сөзені сіздерде қосып бере салыңдар, Солтүстік Ирландияның жейдесін. Ай деп жазып жүрді. Мынау жігітті неге ол бала ма қыз бала ма екен бұл? Жоқ, жігіт қой енді. Құрақбаев деген жігіт, Батырбек Құрақбаев деген біздің оқырманымыз. Енді осы біздің Юбеттің қызметкерлері Батырбекке хат жазады, сөйтіп жаңа худиді жібереді. Енді осы жерде тағы да бір айтқым келіп отыр. Осы мына біздің видеомыздың астына комментарий жазған адамдарға бір футболкамен, тура мына мен киіп отырған футболкамен рюкзак бар арнайы. Соны сыйға береміз. Ол адамға енді бір сұрақ қойғымыз келіп отыр. Андай квиздегідей ше. Қазақстан премьер-лигасының тарихында, жалпы чемпионаттардың тарихында ең алғаш хет-трик жасаған адам кім деп?
Сен мысалы білесің, кеше айттым. Соны тапқан адам мынандай да мынандай деп кісі, мысалы Милтон Мендес, Нұркен Мазбаев, қай жылы деп соны жазады, және Юбет букмекерлік кеңсесінде тіркелген кезде жаңа логиннің ID деген нөмірі бар, логині ғой. Соны да жазып қоя салсаң, сонда біздің қызметкерлер бірден хабарласады. Бұл негізгі енді осы сайыстың бір шарты, ережесі десек те болады. Мінекей, куиздің сұрағы сондай. Қазақстан премьер-лигасының тарихында тұңғыш хет-трикті жасаған футболшының атын және фамилиясын бірге жазыңыздар. Және Юбеттегі өздеріңіздің логиндеріңізді жаза кетіңіздер. Енді әңгімемізді Қазбек одан ары қарай жалғастырайық. Астана Чемпиондар Лигасын ойнайды. Еліміздің чемпионы. Чемпиондар Лигасы деген басты турнир. Чемпиондар Лигасында бір қарсыласты жеңсе болды, ары қарай жолы ашылайын деп тұрған жер, бірақ Динамо Тбилисиден басым түсе алмады. Кім кедергі, кім кінәлі деп ойлайсың? Кеше матчта болдың, көрдім сені. Кешегі матчта болдық, бәріміз көрдік. Бірінші 20 минутта мен ойладым, Астананың ойынды 4-0 қылып жеп тастайды деп ойладым. Бірақ 20 минуттан кейін сол баяғы КПЛ-дағы созып жүретін Астана келді ол. Бір-біріне пас беріп, 1-0 мен ұтып осы жетеді деп ойлады деймін. Астана бапкері Григорий Бабаян. Бұл жерде көбінесе қателік ортада болды деп ойлаймын, өйткені ортада ойнайтын ойыншылардың дәрежесі өте төмен. Сол Юванчич деген ойыншыны не үшін шығарғанын түсінбедім мен. Ол ойыншының орнында менің атам ойнаса да кем ойнамайды деп айтсам болады. Ана енді Исламбек Қуат жоқ қой, содан кейін ғой. Жақ бетінде ақау бар. Енді Исламбек Қуат жоқ болса да Аслан Дарабаев бар. Одан Ол да аяғын, саусағын сындырып алған, бәшпайын сындырып алған ғой. Ол шықты ғой одан екінші таймда. Көп шықпай жүрді? Болмаса, мысалы, Фабиан Урега деген ойыншы, ол центр полузащитте болып ойнай алады, ортада соны қойға болмады. Болмаса, болмай базасы. Абзал бар ғой, Абзалды орта ойса, Абзал Бейсебеков. Опорник болып ойнайды. Опорник. Оның негізгі позициясы сол. Сол жерде өте жақсы ойнайды. Оны Магомед Мусаевич Адиевті айтқан ол, соның позициясы деп. Бірақ білмедім, не себепті Бабаян түсіне аян келген ба мүмкін, Юванчич шығар деп. Одан бөлек тағы бір ойыншыны айтайыншы, мен өмір айтам осы. Томасов деген Астананы кері тартпа ойыншы бар негізі Астананың құрамында. Енді биыл ғана ғой енді Қазбек, ол осыған дейін еңбегі сіңді ғой? Еңбегі сіңді деп енді өйтіп жүре берсе, биыл шақ жүре береді, сосын азар секілді жүре береді. Ол дәуір өткен ойыншы, оны ертең Томас сенің бұрын жетістіктерің бар деп шығара бергенде ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені конкуренция ол жерде. Арасында онықты алмастырып тұру керек. Кезінде Станимир Стойлов деген бапкер Патрик Тумаси деген ойыншы болған. Оны 2 ай ма отырғызып қойды? 2 ай отырғызып қойды. Қалай ойнап кетті? Лига чемпионовта кәдімгідей жарқ ете қалды. Одан кейін Григорчук деген тренер болды, ол Томасовты жарты жыл бойы шығармай жүрді. Сосын екінші жарты жылда шығарды, Томасов өте жақсы ойын, Валеттамен ойында хет-трик жасап сөйтіп кетті ғой, бірінші ойынға шығармады. Бұл деген, бұл Томасов жаман деген ойыншы деген емес, оған кішкене демалыс беріп, кішкене өз-өзін түсініп алсын деген сөз ғой бұл. Сондықтан Бабаянды 1-2 матч кішкене алмастырып, екінші таймның бір 50-ші минутында шығарып жіберіп деген сияқты алмастырып сөйту керек дейсің ғой. Енді еңбегі сіңген шаршаған ойыншы кеше бір мүмкіндігі болды, бір айналдырып тепкен сол аяқпен. Соған енді сырт алаңдағы матч не болады енді? Шамасы жетпейтін сияқты деп ойлап отыр елдің бәрі. Бәрі солай ойлайды, бірақ мен айтайын, Астана бұл екінші номермен жақсы ойнайды. Контратакамен жақсы ойнайды. И және де бұл жерде статистиканы қарап кеттім. Динамо Тбилиси деген команда керісінше өз алаңында ұтылып қалады екен. Соңғы Еврокубокта ойнаған 4 ойында 4-еуінде өз алаңында ұтылып қалған екен. Бүгін жаңа Алодып Инстаграм парақшасын оқыдым мен де. Одан бөлек олар көп гол жібереді. Кешегі ойында мысалы Астанада көп мүмкіндік болды. Астанаға енді сырт алаңда ойында жаңадан келген Лончар. Стефан Лончар деген. Марочкинді шығаруға болады. Жаңағы кеше травма алған Габышевтың орнына Марочкинді шығарса болады. Және де Габышев келесі ойында ойнайды деп ойлаймын, өйткені
кеше кам организацияның нашарлау өнері көрсетті. Жаңағыда бабаян айтты ғой, разминка жасамай, денесін қыздырмай шығып кете салды, содан дайын болмай қалды деп. Иә, бірақ өткендегі КПЛ-дағы ойындарды былай сәл нашар ойнады. Өйткені Ордабасымен ойындады, сондай бір қателіктер болып тұрды. Жоқ, мен түсінбеймін да, Тимур Досмағамбетов шығарды. Ол жерде Вороговский ойнап жатқан, сосын Элхан Астанов бар. Үшеуі де бір қапталда. Сол мысалға Тимур Досмағамбетов таза қапталда қорғаушы қылып, оны латераль қылмай-ақ, болмаса латераль қылсаң да, мына Элхан Астановты да бір кіргізіп жіберуге болмай ма, бір ортасына деймін да? Элхан Астановты негізі жаңағы Урега шаршаған кезде 61-ші минутта шығару керек еді. Өйткені Урега байқасаңыз прессинг жасаған жоқ ойын бойы. Ол артта жүрді, кішкене артқа көмектесіп жүрді да. Элхан Астанов шыға салып алдыға жүгіріп прессинг жасады. Өйткені жабу керек, анау шабуылды бастамай тұрып жабу керек қой. Сол себепті кішкене жүгіретін ойыншы керек болды. Сол жағы дұрыс болмады жаңа. Урега басында келген кезде, осы чемпионат басталған кезде мықты ойнады ғой. 2-3 матч керемет, деңгейі жақсы екен деп ойладым мен. Қазір білмеймін неге екенін, нашарлап қалды. Бірақ басында, ойынның басында бірінші 20 минутта Урега жақсы ойнады. Вороговский екеуі әдемі связка болып жатты, тандем. Кешегі ойында Абат пен Ян Вороговскийдің связкасын айтсаңызшы. Ұлттық құраманың голы болды примерно. Ұлттық құрамада ойнап жатыр деп ойлап қалды ғой деймін, Абат негізі. Иә, сол ойлап қалды. Сосын Астанада ойнап жатқан есіне түсіп кетті деймін бейт. Бір қарап алды деп қалды. Жарайды, ол енді бір талқылайтын мәселе емес, өзі біледі ғой енді. Сосын одан бөлек Астановтың ойынын айта кетейінші. Жоқ, енді қарашы, Қазбек, 85-ші минутта ол адам, мысалы, мен футболшымын, талай ойнадым, 85-ші минутта адам не деп шығады? Жасыл алаңға, әшейін енді уақыт созу үшін шығады. Жоқ, бірақ Астанов оған дейін де ойнап жүрді ғой, КПЛ-да ойнап жүрді. Кубокта, мысалы, Ордабасымен ойында қаншама мүмкіндік жіберіп алды. Мысалы, оған ұлттық құрамаға іліну үшін бүгінгі Чесноковтың көрсеткенін ойын көрсету керек кемінде. Өйткені ол ертең бізде алда маңызды ойындары келе жатыр, Финляндиямен және Солтүстік Ирландиямен. Сол себепті 10-шы 42. Иә, өйткені соған дейін Астанов өзін осы Еурокубокта дәлелдемесе, ол ұлттық құрамаға іліну, ілінбеу екіталай деп ойлаймын өз ойым. Жоқ, енді мысалға 50-60 минуттарда енді жағдай есе бірде-бір болып тұрғаннан кейін ең ақыры бір 75-ші минутта неге шығармайды деймін да Астановты, Элхан Астанов. Енді ол шабуылдайтын адам, оның үстіне өткенде соңғы секундтарда гол ұрып кетті, Астанаға маңызды жеңіс сыйлады, өзі жас, жылдам қимылдайды, бәлкім бір адамды алдап өтермеді, болмаса бір пас берер ме Дембо Дарбоға деймін да. Неге 75-те шығармайды? 85-те адам шығара ма ондай футболшыны деймін да. Таңғалдым соған. Білмедім мен де. Сосын жаңағы Астананың тағы қателігін айтайын. Осы 3 сезон бойы бір қателікті қайталап келе берді. Мысалы, қандай қателік? Оны бәрі біледі деп ойлаймын. Бірінші жылы ол Непогодовпен кімнің жаңағы қақпашыдан қателеседі дейсің. Иә, қақпашы мен ортадағы ойыншыдан қателеседі. Екінші жылы жаңағы Милошевич деген қақпашы мен жаңағы Привоз дейді ғой. Егер қақпашы деп айтуға келіседі. Қақпашы деп айтпаймын оны. Ортада ойнайтын Жеремий Манзоро деген ойыншы. Сол кеше Чондричтің қателік болды голдың кезінде негізі. Қадірменді ағайын, осы біздің ютубымыздағы видеоның астында тамаша бір сілтеме бар. Сол сілтемені басып тіркелген әрбір жаңа ойыншыға YouBet YouTube арнасы 5000 теңге фрибет сыйлайды. Промокодқа YouTube деген сөзді жазсаңыздар болды. Теріс қарап тұр ғой бұлайдан бір қараса. Бірақ оған дейін шығарды, кәдімгі моменттерді шығарды. Бірақ голда қателігі болды. Және ортадағы Йованчич. Сол жабу керек еді. Ол Вараздат Араян және бар, тұрып алған. 3 адам кетіп бара жатыр, Бейсебеков, Араян. Солардың қасына бара жатыр, анау қарап тұр. Бүгін мысалы Тобылдың ойын қарайсың ғой, допты тепкізбейді ғой, бүйтіп аяқпен жата хоккейдағыдай. Анау Йованчич қарап тұр, неге қарап тұрғанын оны білмедім мен.
Енді жарайды, енді бәлкім ұтып кетер. Біз енді қанша дегенмен Астанаға жанкүйер боламыз, еліміздің чемпионы, чемпиондар лигасында Қазақстанның атынан шығып жатыр. Тобылға да жанкүйеріміз. Тобыл енді менің ойымша бүгінгі мынандай ойынмен ертең Қорғаныста жатып бірдеңе шығып кететін сияқты. Базелде өтіп кетсе болады. Ұтты ғой енді. Ол Базелге жетіп алайық бірінші. Қазыбек жетіп алайық. Өткенде елдің бәрі Динамо Загребтен өте алмайды ау Астана деп әңгіме жібердіңдер. Иә, осы жерде ше Астанада мен сізге бір андай не бар. Не фартовый команда бар. Динамо деген атқа іліксе, осы ұтамайды. Хорватия, Динамо, Загребтен Григорчук баяғыда ұтамады. Одан кейін Бабаян сол Динамо Киевті қаншама шабуылдап, Бұлтағайықта 5-6 мүмкіндік болып өз алаңында ұтамай группадан шыға алмай қалды. Динамо Тбилиси келіп тұр. Не деген Динамо? Бұл Динамодан өтіп кетсе енді екінші тағы Динамо келейін деп тұр. Динамо Мәскеуді шақырып, жолдастық матч ойнап алу керек ол шындық қойса. Көрейік енді мақұл. Содан кейін Астананың жаңа бір тағы да бір ерекше бір тұсы бар ғой. Бірінші кезеңде қиналып, зорға деген өтіп кетіп, ары қарай қатырып кетеді. Иә, жылда солай. Баяғына Жальгиристі ұтқан. Жальгиристі сосын Сутеска деген командамен әрең жүріп ойнап ұтты ғой. Сөйтіп ары қарай Мариборды қиналып ұтты кезінде. Каньястардың арқасында. Бұл кезде мықты еді Астананың құрамы. Орта жоқ Астана, ортаға ойыншы керек қой негізі. Енді тағы да мынау Еврокубок мәселесін жалғастырып отырайық. Қадірменді ағайын, біз енді мынау Тобыл мен Астананы талқылап әбден біттік. Бізде енді ойнамаған екі командамыз бар. Бұл Шымкенттің Ордабасы командасы. Олар Легиямен кездеседі және тағы бір командамыз бұл Ақтөбе. Бүгін оның қарсыластары ойнап жатыр. Торпедо Кутаиси мен жаңа Сараево деген. Енді Сараево шығады деп енді айтып жатыр. Кім шықса да енді аса қатты бір менің ойымша Ақтөбеге разница жоқ шығар, енді айырмашылығы жоқ. Бәрібір ойнау керек. Қалай енді пікірің қандай осы екеуінің бір қысқаша айтып өтсең мүмкіндіктерін? Меніңше Ақтөбеге оңай қарсылас Торпедо Кутаиси деп ойлаймын. Торпедо Кутаиси өтетін болса, бұл грузиндік команда. Грузиндік командалар көбінесе жаңа техникаға жатып алған және Қорғаныста қателіктер көп жіберетін команда. Оның үстіне Ақтөбе, Металлург Лиепаяны ұтқан, Динамо Тбилисиді 3-0 ұтқан. Ыңғайлы қарсыластар грузиндер Ақтөбеге. Жаңа өткен Ақтөбенің құрамында өте сапалы шабуылшылар бар, Видемон, Сантана, сол Самародов, Янбо секілді, Умаев секілді. Сол себепті бұл жерде Торпедо Кутаиси түссе жақсы болар еді, бірақ Сараево деген команда ол өте андай мыжып ойнап жүретін команда. Босниялық командалар былтыр көрдіңіз ғой, Зринск деген команда. Кішкене мыжып, кішкене уақыт созып, былай ірі денелі, допты төмен түсірмей, жаңағы жермен ойнамайды. Ойынның берекесін қашырып жүреді. Ойын берекесін қашырып, өйтіп өтеді, бір нормальный командаға келеді, қадалып қалады. Группаға шықпайды, ештеңесі жоқ. Сол себепті Ақтөбеге бұл жерде Торпедо Кутаисиға түскен дұрыс деп ойлаймын. И Ақтөбенің өткенін қараймыз, конечно, біздің қазақстандық команда ертең бұл рейтинг ұпай әкеледі. Және де Ақтөбеде қазіргі кейбір болып жатқан жағдайлар кері әсерін етпесе екен деп тілейміз. Алаң сыртында болып жатқан алаң сыртында, клубтың ішінде өздерінің арасында клубтың президентіне байланысты деп бір кішкене тастап қойса әңгімені тренеріне байланысты деп. Енді мына Ордабасы туралы айтайық. Ордабасы бұл Қазақстан премьер-лигасындағы ең үздік әдемі ойын көрсетті. Қазір Астана 23 гол салса, Ордабасы 33 гол салған. Қақпасына аз гол жіберген және ортада ойнайтын ойыншылар бар, бұл жерде атап өту керек. Өйткені Астанада жаңа Эбонг, Пуат, Йован Шушақ ойыншы болды. Қорғанысқа қайтатын ойыншылар бар, бір типті. Ойынды организовать ететін ойыншы жоқ та, Мужиков секілді бүгінгі жаңа. Ораз, Мужиков жаңағындай, пас беретін жігіт. Тағы берген секілді. Исламхан тағы берген деген сияқты. Сондай бір ойыншы керек Астанаға. Ал мынау неде? Ордабасыда жетіп жатыр, ол жерде тағы берген бар, Исламхан бар. Қосалқы құрамда қаншама адам отыр. Думан Әлзірдаев келіп жатыр. Өзі еще жаңа 10 гол жіберген Қазақстан чемпионатына. Соның жетеуіне Мамаду Мбоджидың қатысы бар екен. Ол 7 пост шықты ғой, сол жетеуіне гол жіберді деп.
Алатау телеарнасында. Айтпа, мен аямадым енді жаздым. Ол да бейшара. Сол енді түсіне сізге келетін шығар соны. өзі жазып жіберді ғой жаңағы, шыңғыс сөйлесіп жатыр. Сонымен жаңағы осы жалғыз бір осал тұсы сол ма деп ойлап отырмын Ордабасының. Басқасы бәрі тамаша. Иә, жоқ, бұл да кішкене нападающий, жақсы бір нападающий керек секілді Ордабасқа. Артем Бесейдинді алды ғой. Бесейдин. Дәл ойынға кірмеді енді. Ол Украинада оны уже футболист деп санамайды екен да. Бірақ орнына қазір тағы бір ойыншы келді. Евгений Макаренко. Ол да Украина. Өте мықты ойыншы. Ол енді ол дәрежесі бар ойыншы. Былтыр Еврокубокте ойнаған, Габаланың қақпасына гол салған. Жаңағыдай өте Украинаның ұлттық құрамасына алынған ғой. Ұлттық құрамасында Еврода ойнаған. Ойындары керемет, пасы әдемі. Ол ортада ойнайтын ойыншы ғой, опорник. Шымкенттің неше опорник болып кетті? Матич, жаңағы Макаренко бар, одан бөлек қазақстандық 3 ойыншы бар. Біреуін Астана берсін. Ертең Динамо Тбилисиға барып келсең, арендаға берсін. Енді көре жатар енді. Сол Ордабасы енді Легияны қалай енді? Легияның мықты ғой ол да. Легия мықтысы, бірақ ертең 40 градус ыстықта абдырап қалатын секілді Шымкентте. Сосын жаңа Шымкенттің әкімдігі Мұрат Әйтенов мырза ғой енді әкімі. Тағы да осы Еврокубокты ойнауына 1 миллиард 700 миллион теңге ме сондай ақша бөліп жүрді. 1 миллиард бөлінген. 1 миллиард та? Ақтөбе мен жаңағы Тобылға бөлінбепті өкінішке орай. Енді көрініп тұр, Тобылдың үлкен мақсаты бар, Ордабасының үлкен мақсаты бар, құрамы мықты, ертең осы Легияны өтсек деп мақсат қойған. Өтпесе де әйтеуір түбі чемпионатта да керек қой ол ойыншылар, биыл чемпион болсақ па деп отырмын. Бірақ бәрібір де енді Еврокубокта бүкіл команданың дәрежесі осы Еврокубок көрсетеді деп мен әр матчын. Ордабасы чемпиондар лигасында ойнағанда бір қарсылас жеңгенде мысалға әжептәуір мүмкіндік ашылады. Мысалға Астана ертең Динамо Тбилиси жеңгеннің басты қызығы сонда болып тұр ғой. Жеңсе ары қарай Динамо Загребке түседі, Загребтен мақұл ұтыла бер, бірақ сен ол кезде Еуропа лигасының 3-ші кезеңіне түсесің. Одан жеңілсең конференция лигасының плей-оффына барасың. Ой, көп ойындар пайда болады да сенде ше. Сол үшін Ордабасында да мысалы былай ғой. Қазір Легияны өтсе Ордабасы, келесі іріктеу кезеңінде, желебе кезеңінде сейінный болады. Мықты командадан өтті. Астана өтсе, Динамо Загребте өтсе, Динамо Тбилиси өтіп жатсам. Негізі барша айтады, ол да сейінный болады деген сөз ғой. Түсінікті енді. Онсыз да сейінный ғой, Астана сейінный болып түсікті ғой, осы жолда. Динамо Тбилисиға сейінный болып түсті, бірақ ең қиын команда түсті. Жаңа 5 команданың ішінде ең мықтысы осы Динамо Тбилиси. Бізге бәрін ұйқы қасында жаңағы Элбасани, Энгордани дегендер болып еді негізі. Солардың біреу түссе ме, қазір қиналмай, екіден ұрып қойып жүретін еді. Бірақ Астана ұшып кетсе, ұшпақ қойса енді, ұшып кетсе Хамын Спартанс деген командамен ойнайды дейді сырт алаңда. Конференц лигасына кетеді ғой енді. Төмендеп кетеді. Осындай жалпы жағдай. Енді Еврокубок енді олар келесі аптада ойнайды. Жаңа Ордабасы. Келесі емес, одан кейін. Одан кейін, осы келесі кезеңде деген ғой, олар бірінші кезеңі бітсін, Ақтөбенің қарсыласы анықталады, олар 2 апта ойнайды, бүгін ойнап жатыр, келесі апта жауаптысы болады, содан кейін барып 3-ші аптасында осы Ақтөбеде, Ордабасыда іске кірісе бастайды. Енді айтатын жағдайымыз осы Еврокубоктегі клубтарымызға сәттілік тілейміз, әлбетте біз жанкүйер боламыз, көреміз, болжам айтамыз, сараптаймыз, осы қызығы бізге осындай болып тұр, өйткені қазір чемпионаттар жоқ білесің. Жаңағы Англия, Италия чемпионаттары тамыз айының 15-іне қарай басталады. Ал өзіміздің чемпионатымыз бар ғой, Қазақстан премьер лигасы. 15 күні, сенбі күні Оқжетпес пен Қайрат Алматы арасындағы матч. Бұл ойын өзі Оқжетпестің өзінің туған алаңы Астана аренада өтеді. Аренада, Шымкенттің Оқжетпесі осында келіп ойнап жатыр қазір. Шымкенттің Оқжетпесі демекші, Оқжетпес. Кеше Ордабасымен ойнаған ойында қалжыңдап айтып жатыр едіңдер ғой бәрің. Екеуі де Шымкенттен бірге ұшып келді деп. Бірге ұшып келіп, бірге ойнап кетті ғой. Бір самолетпен кетті. Бір самолетпен. Қайратпен ойнайды енді, Қайрат фаворит деп отыр. Қайрат жеңеді ол ойында. Жоа Паулу бар, жаңағы Шушеничев деген ойыншылар бар, ол жеңеді деп ойлаймын, ол Оқжетпестің дәрежесі барған сайын қиындап барады. Тем более айлықтарын аламай отыр дейді. 3 ай болды жалақы бермеген.
сосын жаңағы шәмшінің екі шәмшінің біреуі қызыл қағаз алып кетті өткен ойында, бүгін қатыспайды бұл матчқа дегендей. Түсінікті. Ол қатысса да ол ештеңе шешпейді. Өзгермейді дейсің ғой. Өзгермейді. Мақтарал мен Қайсар арасындағы бір супер кездесу бар екен. Ол супер ойында супер 0-0 деген есеп тіркелетін секілді ғой. Мақтарал жеңіп кетпей ма? Өткенде Қайсар жеңді ғой. Енді Қайсар түсінетін шығар енді. Олай ойнауға болмайды екен. Опасный жігіттер екен деп. Бұл жерде Қайрат Нұрдәулетов бас бапкері болып келіп отыр ғой. Жас бапкер, қазақ өзіміздің ағамыз енді былайша айтқанда жақсы араласып жүрген. Сол кісіге бір жанкүйер болып жүрмін ғой енді. Мақтарал жеңсе екен деп, енді қазақстандық тренерлерді өссе екен деп отырмын да. Жас балдар ойнады. Иә, бұл енді тең болып қалады дейсің ғой шамамен. Тең болатын ойын ғой негізі. Ары кеткенде тотал 2,5 кем дейсің ғой. Тотал 2,5 кем, ыстықта, талпын кезінде болатын ойын шығады. Сосын Шахтер мен Ақтөбенің арасындағы матч бар екен. Бұл қызық болады бұл матч. Қарағандыда. Бұл қызық болады. Бұл ойында көп болады деп ойлаймын голдар. Шахтер де салады, Ақтөбе де салады. Ол екеуі өзі солай ойнайды өз жылда. Допқа көп салып. Былтыр мысалы 2-0 отырып, 3-2 отырып қалды Ақтөбеден. Сол себепті бұл ойында Ақтөбе жеңу керек негізі, бірақ Шахтерға жаңағы Дінмұхамед Қашкен деген ойыншы келіп жатыр, жаңағы Жаргелісте ойнап келген қазақстандық. Бұл жалпы қазір тілімді қышты отырсың бар ғой ше. Біраз нәрсе айтуға болады ол туралы. Жалпы менің жалғыз ойым енді өзіміздің қазақтың бауырымыз ғой, енді жүріп солай ойнап жүре берсін енді. Көп артық қазір айтып кетсем, әкесі маған звондап, қазір қоңырау шалып өзі сондай жағдай болып кетеді, керек емес. Атырау мен Ордабасы арасындағы матч бар. Атырау маған ұнайтын команданың бірі, мойындаймын. Өйткені анау шабуылшысы Ефенг деген гол ұрып жатыр. Ефенг бірмен сіздің екінші Златан Ибрагимович болып кетті ау дейме? Масқара ойнайды ғой енді. Жоқ, ана басында келген кезде Әлішер Әбсәлемов айтты ғой маған, мынау Данияда ойнаған, бұл жасанды алаңда ойнаған. Күн суық жерлерде, күн ыстық жерлерде де ойнай береді, осындай Қазақстанға арналған. Және Данияның екінші дивизионына келген ойыншы дейсіз ғой. ХГ деген командада. Сол гол ұрып жатыр, топырлатып, енді кешегі кубокта ұтылып қалды, енді тобылға шамасы жетпей қалды кішкене. Айтпаса финалға шығып кете ма деп ойладым. Енді Ордабасыға бұлар менің ойымша бір қарсылық көрсетеді. Қинайды Ордабасы. Бұл ойында тең болатын секілді, даже Атырау жеңіп кетсе мен таңғалмаймын. Өйткені Ордабасы соңғы 3 ойын қатарынан ойнап жатыр ғой, кубокта ойнады, одан кейін Оқжетпеспен ойнады ыстық. Енді Атырауға барады. Бұл 3 рет алаң ауыстырады ғой, мысалы, олар өздерінің алаңында ойнады, Астанамен жаңағы табиғи төсеніш. Одан кейін Астанаға келіп жасанды алаңда ойнап жатыр. Одан Атырауға барады, қайтадан жасанды алаңға. Қызылжар мен Тобыл арасындағы матч бар екен. Қызылжар, Тобыл, бұл ойында Қызылжар жеңеді деп ойлаймын. Қызылжар жаңа Алиев көрді ғой, Тобыл шаршады. Қолын алақан сықылап отыр, ертең келеді мен ұпай алам. Өйткені Тобыл бұл жерде футболшыларын демалдырып тұру мүмкін ғой. Бармайды деп ойлаймын, өйткені ертең маңызды ойын бар, Хонкамен ойнайды олар. Сондықтан Жаслан Жұмашев деген балалар шығайын деп тұр. Баяғыда бір рет кубокта ма 8-1 Қызылжар ұтпай ма? Былтыр ма? Тобылда 8 гол салады ғой. Жоқ, ол кезде Тобылдың екінші командасы бар ғой. Сөйтіп баратын секілді меніңше. Қызылжар фаворит дейсің ғой? Қызылжар ұтады ойында. Түсінікті. Енді тағы бір матч бар, бұл Каспий Жетісу деген. Бұл ардықыды енді масқара битва болай деп тұр кәдімгі. Өткенде Жетісудың алаңында Каспий ұтып жатты, сөйтіп 3-2 ұтылып қалды. Қызық ойын болды. Борис Дидье Кадионың берген пасы деп мен бір керемет жүргізген болсайын. 0-0 болады деген ойыңыз, жүргізгіңіз келмейіп, алғым келмейді деген ойыңызды 3-2 болып кетті дейсіз ғой. Қазспорт арнасының басшылығы жазалады ғой мен, эфирге келмей жүрсің, сен осыны жүргізесің деп. Сөйтіп барып жүргіздім ғой. Олар да соны түсінген болар мүмкін, кішкене гол салайық, ел матч көрсін деп. Елдің бәрі көрген, 5 гол кірген, бүкіл ел талқылайтын матч болып кетті ғой соңында. Бұл жол не болады енді білмеймін. Бұл жол енді Каспийден біраз адам кетіп қалды ғой? Біраз адам кетті, біраз адам келді. Бұл жерде бұл ойында мен түсінбеймін, Каспийдің қандай мақсаты бар. Бұл КПЛ-дан қалу дейді. КПЛ-дан қалатын команда өйтіп
бүкіл ойыншысын жіберіп қайтадан жаңадан ойыншыларды жинап алмайды. Көреміз енді, бірақ жетісу бұл ойында фаворит жоқ берсе кішкене фаворит дейсің. Өйткені құрамы әбден бір-бірін түсінген, ойын үлгісі бар, кішкене кезінде Алмас Күршімбаев қойып кеткен ойыны бар. Жетісу ұтатын секілді бұл ойында. Көрейік енді. Жалпы қазір мынау Қазақстанның көп аймағында күн қатты ыстық болып жатыр. Астана мынау ең әлемдегі суық қаланың өзінде бүгін 39 градус болды енді. Сондықтан Ақтауда енді білмеймін енді қандай температура болатын. Тура сол күні көре жатармыз матчтың деңгейде қалай болатындығын. Енді осы ортада айта кетуіміз керек. Біздің мынау Юбет букмекерлік кеңсесіне жаңадан тіркелген әрбір оқырман жаңа ойыншыға 5000 теңге фрибет береді. Оны қалай алады дейсің ғой? Мына осы видеоның астында сілтемесі бар, соны басып қалса, соған кірсе, YouTube деген промокод жазса ала алады. Соны айтқым келіп отыр да жалпы. Енді Қазбек, әңгімені айттық, жаңағы конкурсымыз туралы тағы да бір мәрте айта кетейін. Қазақстан премьер-лигасының тарихында ең алғаш хет-трикті салған футболшыны жазсаңыздар, сіз егер білетін болсаңыздар, біздің жаңағы компаниямыздың атынан тура мен киіп отырған футболка және рюкзак сыйға тартылады. Сондықтан жаңа комментарий жазған кезде өздеріңіздің Юбеттегі ID-іңізді де номеріңізді жаза кетіңіздер. Біздің адамдар хабарласады. Атын дұрыстап айтыңдар, Тайып Талғаев деп айтып кетпеңдер. Бізде бір шатасып кейбір жігіттер бар дейді. Тайып Талғаев деп. Байып Талғаев. Иә, сол. Өте жақсы болды бүгінгі сұхбатымыз. Біраз талқыладық. Келіп өзіңнің пікіріңді бөлісіп, адамдармен білетін тың ақпараттарыңды айтқаныңа алғысымызды айтамыз. Негізі көбінесе инсайттар айтып тұрасыз. Бір инсайт айтып кетейін. Айтып кетші. Осы жерде Қайсал клубына жаңадан ойыншы келу керек. Ертең банна ашылса. Беларусиядан Кирилл Сидоренко деген ойыншы осы Астанада жүреді. Соны күтіп отыр. Және де Астанаға жақын арада шабуылшы келеді деп күтіліп отыр. Сауд Арабия чемпионатынан емес пе? Жоқ, Сауд Арабия. Мен сөйтіп естідім. Сауд Арабия чемпионатынан тағы да. Сауд Арабиядан негізі ойыншымен келіссөз жүргізді, по-моему, онымен келісе алмай қалды деймін. Сосын Ақтөбеге ФНЛ-ден бір ойыншы келеді екен. Иә. Сосын тағы бір Раджер Шина деген ойыншы да келіп қалуы мүмкін деген. Бірақ оны алайын десе, ол келісіп отыр дейді. Иә. Кететін адам жоқ. Бір адамды шығару керек, легионер азайтып тұр ғой. Мен ойымша бұл жерде Артур Жулпа деген ойыншы кететін секілді, өйткені ол көп ойнамайды. Ойын жаңағы Леонид Струмия деген ойыншыға байланысты. Қосал құрымда қалды. Мінекей, қадірменді ағайын, ендеше бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Біз сіздерден жалғыз нәрсені сұраймыз. Яғни біздің YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауды басыңыздар. Сонда сіздер келесі видеоның шыққанын біліп отыратын боласыздар. Және осы видеоның астында аямай жақсы пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ендеше студияда болған мен Ермұхамед Мәулен. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.